Ассаламу алейкум. Бүгін хамир хасиб деген керемет өзбектің тағамын бірге жасайық. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Жұмыртқа, тұз, су, ұнды електен өткізіп, орташа тығыздықта қамыр елейміз. 15 минутқа қойып қоямыз. Салмасын жасайық. Ет тартпаға пиязды өткіштен өткізіп, күрішті алдын ала жуып, ыстық суға бұқтырып қойғамын. Қара бұрыш қосып, тұзды қосып, жақсылап араластырып, салмамыз дайын. Ал енді қамырды жұқалап жаяйық. Оны төртбұрышты бөліктерге бөліп, ал енді салмасын салып, конверт сияқты орап шығамыз. Содан кейін мантаварканың ыдысын алып, оны майлап, үстінен осылай тізіп қоямыз, 45 минутқа пісіреміз. Пияз сәбізімізді қуырып, үстінен томатный пастаны салып, жақсылап қуырамыз. Суды қосамыз. Бұндай керемет хамир хасиб деген өзбектің тағамын жасап көріңіз. Дәмі деген керемет болып шығады. Қатты ұнайтынына сенемін. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Сізге видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария жазды ұмытпаңыз.